білім жүйесінде жаңа оқу әдістемесін пайдалану, жаңа оқыту технологияларын пайдалану. Сондықтан біздің мына келешек ұрпағымыз білімді, білікті болу үшін басқа да өте үлкен мемлекеттермен білімі тең болу үшін біздің біліміміз жүйелі болу керек. Соған байланысты ұстаздар әдістемелік жаңа оқыту технологияларының әдістемелерінің әртүрлерін өздері жаңа оқып, біліп, зерттеп, қорытындылап, содан өзіне бір жаңағы әдістемелер пайдаланады. Соны сабақта өзі көрсетіп жүреді, балалармен жұмыс жасайды. Сондай әдістемелердің бірі мынау бұл оқушымен, мысалы оқушы мен компьютер арасында байланысты интерактивті деп атаймыз, иә? Міне сондай бір нелердің бірі мен өзімнің сабағымда мынау өзім тақырыбында осы Learning Apps сервисімен жұмыс істеуді алдым. Бұнда балаға не береді? Бұнда бірінші мәселе бала өзіне берген тапсырманы іздеу барысында осы жетістікке жетеді. Осыны іздеу барысында. Және балаға өзімен өзі жұмыс істеуге дағдылануға көмектеседі. Міне Learning Apps сервисінің мақсаты осындай. Баланың өз бетімен жұмыс істеуі, бағыт береді. Ары қарай бұл сабақтың міндеті Learning Apps сервері интерактивті қосымшалар жасау, сабақтың түрлі сатыларында сервер құралдарын қолдану, оқушылардың белсенділігін және қызығушылығын сабаққа деген арттыру болады. Енді бұда күтетін нәтижелер оқушылар және анализ синтез бағалау дағдыларын жеделдей алады, оқу материалдарын деңгейі, уақыт көлеміне қарамастан меңгереді, кері байланыс алады, өзін-өзі бағалай біледі. Оқушы өзіндік жұмысты дербес компьютердің, ноутбуктың, ұялы телефонның көмегімен ұйымдастыра алады. Және оқушы алған білімін жүйелейді, оқушы шешімді тез қабылдауына мүмкіндік алады. Оқушы тапсырманы бірнеше рет орындау арқылы жетістікке жетеді. Одан ары қарай мен өзімнің практикамнан кішкене сіздерге көрсетіп өтейін пайдаланған ойын түрлері. Сендіруден кішкене бастамай тұрмыз. Мен кішкене мына интернет нашар дегесін, мынаны дайындап келдім да, ашпай қалама деп. Ана нелерді көрсетіңізші? WhatsApp-қа кіріп. Сол немен әкелген едім да. Сәйкестендіру деген жерде ойын, бұл жерде не бар? Белгілерімен, қараңыздар, бәріміздің ұстап білесіздер, белгілерімен аттарын сәйкестендіру бөліге. Мысалы, бұл жерде бемольді апаш бемольға қоямыз. Айтып отырыңыздар, сіздер қарасып, бемоль. Крещенда, қайсы? Дұрыс, димоянда, крещенда, бемоль, фа. Міне бемольға барады. Скрипка кілті мынау. Нотаға барсам. Скрипка кілті мынау. Нотаға барамыз. Енді осы дұрыс болғанда мына жерде батырма болады. Осы батырманы басқан кезде дұрыс жауаптар жасыл болады, дұрыс емес жауаптар қызыл болады. Келесі тәсіліміз, сіз кішкене бұл қай аспап деген. Бұл жерде мынау тыңдалады, сосын мынау жерге тыңдалған аспаптың аты жазылады. Мына жерде нөмірленіп қойған, мысалы, қандай аспап болса, домбыра. Енді деген жерге күйдің атын жазамыз жерге. Домбыра деп. Келесі. Д. Қандай аспап? Қобыз деп жазамыз мына жерге. Жақсы. Келесі Б.
бұл кей кездерде онлайн сабақтар да болады ғой, иә? Бір нәрсеге байланысты, мысалы су тасқынына байланысты немесе ауа райына. Сол кездерде онлайн сабақтар да өте жақсы болады. Бұл қандай аспап? Шампур. Бар. Қазір қалай ссылка уақыт аз ғой, қазір мен ғана кейін суретке түсіріп алсаңыз, қалай ашасыз, қалай тіркелесіз, бәрі бұл қандай аспап? Дауылпаз. Міне, дауылпаз дұрыс. Енді мына батырманы басқан кезде, міне жауаптарымыздың бәрі дұрыс. Балаларды әр ойын сайын көңілін көтеруші. Балалар отырамыз. Келесі мынау. Бұл енді кемпір қосақты білеміз ғой. Түстерін естеріңізге түсіріп отырмыздар кемпір қосақтың. До, мысалы, қандай түс? До, қызыл түс. До. Кемпір қосақ бар ғой, радиода. Естеріңізге до, қызыл түс. Ре, қызыл қоңыр түс. Ми, сары түс. Фа, жасыл түс. Соль, көгілдір түс. Ля, қандай түс? Көкшіл түс. Си, күлгін түс. Міне, соның орындарына есте сақтау қабілетін арттыру үшін. Осы ойындардың әрқайсысында балаларды бағалап, жарайсың, сен керемет орындардың, сен тамаша орындардың деген сияқты кері байланыс беріп отырасыздар. Айтып өткендей, интерактивті тапсырмаларды орындаған кезде оқушылардың ақпаратын қабылдау мен есте сақтау дағдысының артуы, зейіні мен эмоциялық қасиеттері қарқынды дамиды. Назардың тұрақтылығы, қорыта білу, жіктеу қабілеттері арта түседі.